Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен сұраулы сөйлемдерден кейін қойылатын сұрақ белгісі туралы сабағымызды бастаймыз. Сұрақ белгісі қай жерлерге қойылады? Әрине, сұраулы сөйлемдерден кейін қойылады. Сұраулы сөйлемдерді сәл есімізге түсіріп кетейікші, ұмытып қалған шығармыз. Бірінші, сұраулы сөйлем сұрау есімдіктерінен жасалатын еді ғой. Мысалы, кім, не, қашан, қайдан, қалай, қайтып, қай жерде, тағы басқа. Осы сияқты сұрау есімдіктері сөйлемнің ішінде кездессе, міне сол сөйлемнен кейін сұраулы сөйлем болғандықтан сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, туған жердің қадірін туғалы түзге шықпаған жан білмесе, кім білсін? Міне, кім білсін дегенде, осы кім деген сөз қосылғандықтан ғана бұл жерге сұрақ белгісі қойылып тұр екен. Екінші жағдайда, немесе сыныпта кім жоқ? Мысалы, сыныпта 5-6 бала жоқ десек, бұл жерге нүкте қояр едік. Ал енді сыныпта кім жоқ десек, міне кім деген сұрау есімдіктері сөйлемде келгендіктен, мынау жерге сұрақ белгісі қойылып тұр екен. Одан кейін сұраулық шылаулар есіңе түсірейік. Ма, ме, ба, бе, па, пе дейтін сұраулық демеулік шылаулар сөйлемнің соңында келген кезде, міне ол сөйлемнен кейінде сұрақ белгісі қойылады екен. Мысалы, айтайын ба? Сен ертең келесің бе? Мінеки, ба, бе, ма, ме дейтін сөз сөйлемнің соңында келеді де, міне содан кейін сұрақ белгісі қойылады екен. Сонымен бірге, тек қана сұраулық шылаулар емес, ғой, ау дейтін демеулік шылаулар кездескен кезде де сұрақ мәнді сөйлем болады да, сол сөйлемдерден кейін сұрақ белгісі қойылады екен. Сен ертең келесің ғой? Міне, ғой деген демеулік шылау келгендіктен тіркесіп, міне осы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады екен. Кейбір қыстырма сөздер сөйлемнің арасында келсе, қайтеді, сірә, немесе мүмкін, тағы басқа осы кейбір осындай қыстырма сөздер сөйлемнің арасында келсе, немесе соңында келсе, осы сөйлемдерден кейінде сұрақ белгісі қойылады. Сірә сен кешігетін боларсың. Мүмкін ертерек келсе қайтеді. Мүмкін сабағыңды тағы бір пысықтап шықсаң қайтеді. Міне осындай сөздер келген кезде, осы сөйлемдерден кейінде сұрақ белгісі қойылады екен. Одан кейін сұрау интонациясының сөйлемде келуі. Бұл сұрау интонация дегенді де есімізге түсіріп өтейікші. Мен сұраулы сөйлемдерді өткен кезде саған түсіндіріп өткенмін өзіңе. Мысалы, көбіне диалогты сөздерде екі адамның әңгімесінің арасында көбірек кездеседі. Мысалы, мынауың кім? Бұл жерде сұрау есімдіктері арқылы жасалып тұр. Тайман Дәуренов. Тайман Дәуренов? Міне, екінші адам сұрап тұр, осы жерде Тайман Дәуренов? Иә, Қабеннің университетте бірге оқыған досы. Міне осы жерде Тайман Дәуренов деп дауысты көтеріңкі сұрап, осы сұрау интонациясы туғызып тұрғандықтан, осы сөйлемнен кейінде сұрақ белгісі қойылады екен. Мынау бұлардың барлығы да сұраулы сөйлемдерден кейін қойылатын сұрақ белгісі. Ал енді кейбір сұрақ мәнді, күдік мәнді, түсініксіз сөздер сөйлемнің арасында кездесіп отырса, сұраулы сөйлем болмаса да, сол сөздің мәнін анықтап, айқындап алу үшін сұрақ белгісі сол сөзден кейін жақшаға алынады да, ішіне сұрақ белгісі қойылады. Бұл көбінесе сын шығармаларды, әдеби шығармаларды талдайтын сыни пікірлердің арасында көп кездесіп отырады екен.